Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? Шамалар арасындағы тәуелділіктер, шамалар арасындағы тәуелділіктердің формуламен берілуі тақырыбына берілген есептерді бірге қарастырайық. 1281 тәуелсіз айнымалыны, тәуелді айнымалыны шамалар түрінде атаңдар. Бірінші S тең 9b. S бізде аудан, 9 деген ұзындығы. Сонда 9-ға тең болғандағы ауданның n-ге тәуелділігі. Екінші S тең 85n. S бұл жерде құн болып тұр. 85 бағасы n саны. Сонда бағасы 85-ке тең болған заттың құнының заттың санына тәуелділігі. Үшінші V тең A куб. Бұл бізде кубтың көлемі. Кубтың көлемінің қырына тәуелділігі болып тұр. Төртінші P тең 2 жақшаның ішінде 5 қосылған B. Бұл бізде тіктөртбұрыштың периметрі болып тұр. Сонда 5 дегеніміз бізде ұзындығы. Ұзындығы 5-ке тең болған кездегі периметрдің n-ге тәуелділігі. Бесінші V тең 70 бөлінген T. Бұл жерде V бізде жылдамдық болып тұр. Ара қашықтығы 70-ке тең болған кездегі жылдамдықтың уақытқа тәуелділігі. Алтыншы S тең 2 πr. S бұл жердегі шеңбердің ұзындығы. Шеңбердің ұзындығының радиусқа тәуелділігі болып тұр. 1282 шамалар арасындағы тәуелділікті көрсететін формуланы жазыңдар. Бірінші кубтың көлемі мен оның қырының арасындағы тәуелділікті. V тең A куб болады. Екінші дөңгелектің диаметрі және оның радиусы арасындағы тәуелділікті. Бізде диаметр 2 радиусқа тең. Үшінші 4 сағат уақыт аралығында орындалған жұмыс шамасы мен жұмыс өнімділігі арасындағы тәуелділікті. A тең 4 көбейтілген A болады. Төртінші 7 марканың құны мен оның бағасы арасындағы тәуелділікті. S тең 7A. 1283 дөңгелек пішінді гүл егілген гүлзардың радиусы r метр. Ал оның ауданы S метр квадрат. Дөңгелектің ауданының оның радиусына тәуелділік формуласын жазыңдар. Дөңгелектің ауданы S тең π r квадрат болады. Формула бойынша бірінші егер радиусы 3-ке тең болса, S-ті табыңдар дейді. Бірінші радиусы 3-ке тең болса, S тең 3,14 көбейтілген 3-тің квадраты. 3,14 көбейтілген 9 28,26 метр квадрат. Екіншісі радиусы 4-ке тең болса, S тең 3,14 көбейтілген 4-тің квадраты. 3,14 көбейтілген 16 50,24 метр квадрат болады. 1284 меншікті жылдамдығы 20 км сағат катер, ағыс жылдамдығы 2,4 км сағат өзенде ағыспен Т сағат жүзді. Катер неше километр қашықтыққа жүзді? Өзенде ағыспен жүзген объектінің жүзу қашықтығының жүзу уақытына тәуелділік формуласын жазыңдар. Бізде мына жерде катердің жылдамдығы 20 км сағат, өзеннің ағысының жылдамдығы 2,4 км сағат. Және ол ағыспен жүзіп бар жатыр. Ағыспен жүзген болса, онда меншікті жылдамдыққа ағыстың жылдамдығын қосамыз. Сонда S тең 20 қосылған 2,4 көбейтеміз Т-ға. Енді бірінші формула бойынша Т тең 2 болғандағы S-ті табыңдар дейді. Т тең 2. Ол кезде S тең 22,4-ті көбейтеміз 2-ге. 44,8 километр болады. Екіншісі Т тең 5 болғандағы S-ті табыңдар дейді. S тең 22,4 көбейтілген 5. 112 километр. 1285 тіктөртбұрыштың ауданы S сантиметр квадрат. Оның ұзындығы А сантиметр, ал ені Б сантиметр ұзындығынан 3 есе кем. Тіктөртбұрыштың ауданының оның қабырғалары ұзындықтарына тәуелділігін көрсететін формуланы жазыңдар. Бізде тіктөртбұрыштың ауданы S тең А көбейтілген Б. Және бізге айтады, ені ұзындығынан 3 есе кем. Яғни Б тең А бөлінген 3. Яғни біз мына жердегі B-ның орнына
а бөлінген 3-ті қоя аламыз. Сонда s тең а көбейтілген а бөлінген 3 болады. А квадрат бөлінген 3 екен. Енді есептік формуланы пайдаланып, бірінші а тең 6 болғандағы s-ті табыңдар дейді. Сонда 6 көбейтілген 6 бөлінген 3 болады. 6 көбейтілген 2, 12 сантиметр квадрат. Екінші, а тең 18 болғандағы s-ті табыңдар. S тең 18 көбейтілген 18 бөлінген 3 болады. Сонда 18 көбейтілген 6. 108 сантиметр квадрат. 1286 теңсіздікті шешіңдер. Бірінші, біз x-тарды сол жаққа, сандарды оң жаққа жинайық. 2x азайтылған x кіші 1 азайтылған 3-тен. Сонда x кіші минус 2-ден. Екіншісі, x минус x алып келсек, ол плюс x болады. Үлкен 3 минус 5 тапарамыз, плюс 5 болады. Сонда 2x үлкен 8-ден. x үлкен 8-ге бөлеміз 4. Үшіншісі, минус x 3x алып келеміз, минус 3x болады. Кіші немесе тең минус 10. 2-ні апарған кезде минус 2 болып барады. Сонда минус 4x кіші немесе тең минус 12. Сонда біз несеміз минус 4-ке бөлеміз. Сол кезде теңсіздігіміз қарама-қарсы жаққа өзгереді. X үлкен немесе тең минус 12-ні 4-ке, минус 4-ке бөлсек 3 болады. Төртіншісі, 7x азайтылған x үлкен 5 қосылған 1-ден. 6x үлкен 6-дан. x үлкен 1-ден. Бесіншісі, 5x азайтылған 3x үлкен 10 азайтылған 2-ден. 2x үлкен 8-ден. x үлкен 4-ден. 7x азайтылған x кіші немесе тең 14 қосылған 4. 6x кіші немесе тең 18-ден. x кіші немесе тең 3-ден. 1287 ара қашықтығы 92 км А және Б елді мекендерінен бірдей уақытта бір бағытта мотоциклші мен велосипедші шықты. Мотоциклшінің жылдамдығы 37 км сағат, ал велосипедшінің жылдамдығы 14 км сағат. Бірін-бірі қуу қозғалысы үшін олардың ара қашықтығының уақытқа тәуелділік формуласын жазыңдар. Қуу ара қашықтығын жазайық. D тең 92 А мен Б-ның арасынан азайтамыз. 37 азайтылған 14, екеусі бір-бірін қуған себептен жылдамдықтарын азайтамыз. Көбейтеміз тыға. Сонда 92 азайтылған 23 т болады. Енді бізге айтады, формула бойынша т тең 2 болғандағы d-ны табыңдар. Бірінші, т тең 2. Сол кезде d тең 92 азайтылған 23 көбейтілген 2. 92 азайтылған 46. 46 километр болады. Екінші, т тең 3 болғандағы d-ны табыңдар. 92 азайтылған 23 көбейтілген 3. 92 азайтылған 69. 23 километр. Үшіншісі, неше сағат жүрген соң мотоциклші велосипедшіні қуып жетеді. Біз енді бұл жерде мына т-ны табамыз, т тең s бөлінген v. Сонда s дегеніміз бізде 92 километр, ал v дегеніміз 37 азайтылған 14-ке тең. 92-ні бөлеміз 23-ке тең 4-ке. Сонда 4 сағаттан кейін мотоциклші велосипедшіні қуып жетеді. 1288 400 грамм тұзды су ерітіндісінде м грамм тұз бар. Ерітіндідегі тұздың концентрациясы неше процент? Ерітінді концентрациясының ондағы қоспаның массасына тәуелділік формуласын жазыңдар. Формуланы жазсақ, p процент тең болады. Осы жердегі массаның толық ерітіндіге бөліндісі болады, көбейтілген 100%.
Сонда 100 бен 400-ді қысқартсақ, бізде 4-тен 1 қалады. Көбейтілген m%. Енді формуланы пайдаланып, бірінші m тең 72 болғандағы p%-ті табыңдар дейді. Бірінші m тең 72. Сонда p% тең болады 4-тен 1 көбейтілген 72%-ке. 72-ні 4-ке бөлеміз, сонда 18% болады. Екіншісі, m тең 160 болғандағы p%-ті табыңдар. Сонда p тең болады 4-тен 1 көбейтілген 160. 160 пен 4-ті қысқартсақ, 40 қалады, сонда 40% екен. 1289 кубтың қыры а сантиметр, оның бетінің ауданы s сантиметр квадрат. Кубтың беті ауданының оның қырының ұзындығына тәуелділігін көрсететін формуланы жазыңдар. Квадраттың ауданының формуласы s тең а квадратқа тең. Ал кубтың ауданының формуласы s тең 6а квадрат болады. Себебі бізде кубта 6 квадрат бар. 6 беті бар. Сол себептен 6а квадрат болады. Енді бізге айтады, формула бойынша а тең 3 болғандағы s-ті табыңдар дейді. Бірінші а тең 3 болғанда. s тең 6 көбейтілген 3-тің квадраты. 6 көбейтілген 9. 54 сантиметр квадрат. Екінші а тең 5 болғандағы s-ті табыңдар. s тең 6 көбейтілген 5-тің квадраты. 6 көбейтілген 25. 150 сантиметр квадрат. 1290 балалар бақтан алма, алмұрт, шабдалы және өрік жинады. Жемістердің барлығының массасы 38 килограмм. Балалар жинаған алма мен алмұрт 25 килограмм, алма мен шабдалы 17 килограмм, алма мен өрік 16 килограмм. Балалар жемістердің әр қайсына неше килограмм жинады? Біз алманы а деп қойық, алмұртты б деп қойық, шабдалыны с деп қойық, өрікті д деп қойық. Енді жемістердің барлығының массасы 38 килограмм. Сонда а қосылған б, қосылған с, қосылған д 38. Одан кейін алма мен алмұрт 25 килограмм, алма мен шабдалы 17 килограмм, алма мен өрік 16 килограмм. Енді осы өрнектерді пайдаланып есепті шығарамыз. А-ны табамыз, Б-ны табамыз, С-ны және Д-ны табамыз. Енді қарайық, бізде А қосылған Б 25-ке тең дейді. Оны бірінші өрнекке апарып қойық. Сонда бізде болады 25 қосылған С қосылған Д тең 38 болады. С қосылған Д, сонда 38-тен 25-ті азайтамыз 13. Енді бұны қоя тұрайық. Енді соңғы екі өрнекке қарайық. Осы жерде осы екі өрнекті бір-бірінен азайтамыз. Сонда А қосылған С азайтылған А қосылған Д тең 17 азайтылған 16 болады. А қосылған С азайтылған А азайтылған Д тең 1-ге. А мен А-ны бір-бірінен азайтамыз 0 болады. С азайтылған Д тең 1-ге. Сонда С тең 1 қосылған Д-ға тең екен. Енді осыны жаңағы тауып алған өрнекке апарып қоямыз. С-ның орнына 1 қосылған Д-ны жазамыз. Сонда 1 қосылған Д тең 13. 2D тең 13-тен 1-ді азайтамыз 12. Сонда Д тең 12-ні 2-ге бөлеміз 6. Д-ны білеміз. Енді басқаларын табайық. Мына жерде соңғы өрнекте А қосылған Д 16-ға тең, осы жерден А-ны табамыз. А қосылған Д-ның орнына 6-ны жазам. Сонда А-мыз бізде 16-дан 6-ны азайтам 10-ға тең. Енді А-ны білеміз. Енді мына жақтағы екінші өрнектен Б-ны тауып алайық. 10 қосылған Б тең 25. Б тең 25-тен 10-ды азайтам 15. Енді үшінші өрнектен С-ны тауып алайық. А-мыз 10 қосылған С тең 17. Сонда С тең 17-тен 10-ды азайтамыз 7-ге тең. Жауабы А тең 10, алма 10 килограмм екен.
Б тең 15, алмұрт 15, С тең 7, шабдалы 7 килограмм. Одан кейін Д тең 6, өрік 6 килограмм екен. 1291 теңдеуді шешіңдер. Бірінші, біз қарайық, ортақ бөлімі нешеге тең? 12-ге тең, я? Олай болса 12-ге көбейтіп жібереміз, бөлімдерінен құтылу үшін, я? Сонда x бөлінген 4 көбейтілген 12 қосылған x бөлінген 3 көбейтілген 12 тең x бөлінген 6 көбейтілген 12 қосылған 5 көбейтілген 12. 12 мен 4-ті қысқартамыз, 3 қалады, 12 мен 3-ті қысқартамыз, 4 қалады, 12 мен 6-ны қысқартамыз, 2 қалады. Сонда 3x қосылған 4x тең 2x қосылған 60. Мына жақта 7x болады, азайтылған 2x тең 60-қа, 5x тең 60, x тең 12-ге. Екіншісі, ортақ бөлімі 15, 15-ке көбейтеміз. Сонда 2x бөлінген 3 көбейтілген 15, азайтылған 4x бөлінген 5 көбейтілген 15, тең x бөлінген 15 көбейтілген 15, қосылған 1 көбейтілген 15. 15 пен 3-ті қысқартамыз, 5 қалады, 15 пен 5-ті қысқартамыз, 3 қалады, 15 пен 15-ті қысқартамыз, 1 қалады, Сонда 10x азайтылған 12x тең x қосылған 15 болады. Минус 2x азайтылған x тең 15. Минус 3x тең 15, x тең минус 5-ке. Үшіншісі, бізде ортақ бөлімі 24-ге, 24-ке көбейтейік. Сонда 3x бөлінген 8 көбейтілген 24, азайтылған x бөлінген 6 көбейтілген 24 тең x бөлінген 12 көбейтілген 24, азайтылған 1 көбейтілген 24. 24 пен 8-ті қысқартайық 3, 24 пен 6-ны қысқартайық 4, 24 пен 12-ні қысқартайық 2. Сонда 9x азайтылған 4x тең 2x азайтылған 24. 9-дан 4 азайтамыз 5x, азайтылған 2x тең минус 24 болады. Сонда 3x тең минус 24, x тең минус 8-ге. 1292 банкке айына 3% жай проценттік өсіммен 7 миллион теңге ақша салынды. Банкке салынған ақша n айдан соң неше теңге болады? Банктің есепшотындағы соңғы ақшаның банкте сақталған ай санына тәуелділік формуласын жазыңдар. Формуласын жазатын болсақ, SN тең болады 7 миллион көбейтілген жақшаның ішінде 1 қосылған 3% бөлінген 100% көбейтілген ай санына. Енді бізге айтады, формуланы пайдаланып, бірінші n тең 5 болғандағы SN-ді табыңдар дейді. Бірінші n тең 5-ке. Сонда S5 тең болады 7 миллион көбейтілген 1 қосылған 3% бөлінген 100% көбейтілген 5-ке. Сонда 7 миллион көбейтілген 100 бөлімде 100, алымда 3 бесім 15. Біз 1-ді 100-ден 100 деп жазаламыз. Сонда 100-ге 15-ті қосамыз, 115. 7 миллионның 2 нөлі мен 100-ді қысқартып жіберейік. Сонда 70 мыңды 115-ке көбейтеміз. 8 миллион 50 мың теңге. Екіншісі, n тең 8 болғандағы SN-ді табыңдар. S8 тең 7 миллион көбейтілген 1 қосылған 3% бөлінген 100% көбейтілген 8-ге. 7 миллион көбейтілген, мына жерде бөлімінде 100, мына жердегі 3-ті 8-ге көбейтеміз 24, 1-ді 100-ден 100 деп жазамыз. Сонда 100-ге 24 қосамыз, 124. 2 нөл мен 100-ді қысқартамыз, 70 мыңды 124-ке көбейтейік.
8.680.000 теңге. 1293 ара қашықтығы 20 км екі елді мекеннен бір-бірінен қарама-қарсы бағытта екі велосипедші шықты. Бірінші велосипедшінің жылдамдығы 15 км/сағат, ал екінші велосипедшінің жылдамдығы 10 км/сағат. Велосипедшілер сағат жүрген соң бір-біріне неше километр қашықтықта болды. Бір-бірінен қарама-қарсы бағытта қозғалған нысандардың ара қашықтығының қозғалыс уақытына тәуелділік формуласын жазыңдар. Осы жерде бізде мына екі елді мекеннің ара қашықтығы 20 км-ге тең. Енді ара қашықтықты жазатын болсақ, алшақтайтын d тең 20 км-ге қосамыз. Мына жақта екі нысан екі жаққа қарай бара жатыр. Яғни олар бір-бірінен тезірек алшақтайды. Сол себептен біз оларды бір-біріне қосамыз. 15 қосылған 10. Бұл жылдамдықтары, оны көбейтеміз т-ға. Сонда бізде 20 қосылған 25 т болады. Енді бізге айтады, формула бойынша бірінші т тең 3 болғандағы d-ны табыңдар. Бірінші т тең 3 дейді. Сонда d тең 20 қосылған 25 көбейтілген 3. 20 қосылған 75 тең 95 км. Бір-бірінен алшақтайды. Екінші т тең 5 болғандағы d-ны табыңдар. Сонда d тең 20 қосылған 25 көбейтілген 5. 20 қосылған 125. 145 км. 1294. Егер y-тан x бөлшегінің алымын 200%-ке өсіріп, ал бөлімін 40%-ке кемітсек, бөлшек қалай өзгереді? X бөлінген y бөлшегі, бұл жердегі x, бұл 100%. Y-та бізде 100%. Енді бізге айтады, алымын 200%-ке өсірсек дейді. Яғни ол 100% болған, енді оны тағы да 200%-ке өсіреміз. Сонда 200%-ті қосамыз. Ол бізде 300% болады. Ал бөлімін 40%-ке кемітеміз. Кемітеміз, ол азайтамыз. 100% болған, одан 40% азайтып тастаймыз. Ол жерде 60% болады. Сонда қарайық. 300% x бөлінген 60% y. Процент пен процент қысқарады. Мына жерде нөлдерді қысқартайық. 30-ды 6-ға қысқартайық. 5 қалады. Сонда 5 x бөлінген y. Не істеді? 5 есе өсті. 295. Ақпараттық коммуникациялық технология көздерін пайдаланып, айдың радиусын жазып алыңдар. Айдың экваторының ұзындығын есептеп табыңдар. Бізде айдың радиусы 1737,1 км. Енді оның радиусының ұзындығы деген сөз с тең 2πr деген сөз. Енді осы жерге радиусты қоямыз. 2 көбейтілген 3,14 көбейтілген 1737,1. 10.909 бүтін 1988 болады. Километр. Енді оны жуықтап алатын болсақ, бізге айтады, 1000 километрге дейін дөңгелектеңдер. Яғни 1, 2, 3 осы жерге дейін дөңгелектеу керек. Бізде мына жерде 988, оны мына жаққа дөңгелектейтін болсақ, 10.910 километр болады. Енді оны 1000-ға дейін дөңгелектеңдер деп тұр ғой. Ал ол бізде жуықтағанда, мына жердегі 0-ден кейін 9 тұр. Олай болса, біз мынаны 11.000 деп дөңгелектесек болады.